Жамбыл облысында күзгі дала жұмыстары қызып тұр. Биыл өңірдегі дәнді дақылдардың өнімділігі өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге жуық артып, гектарына 18,8 центнерден айналуда. Бұдан бөлек мал азығын дайындау мен өңдеу өнеркәсібіне басымдық беріліп жатыр. Аймақтағы ауыл шаруашылығы науқанының барысы облыс әкімінің төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте пысықталды. Биыл аграрлық саланы дамытуға 50 миллиард теңге бөлініп, 7 мыңнан астам шаруа субсидия алды. Ал егіс көлемі 654,9 мың гектарға ұлғайған. Қазіргі таңда дала жұмыстарына 10 мыңнан астам арнайы техника жұмылдырылып, арзандатылған дизель отыны кезең-кезеңімен жеткізілуде. Нәтижесінде масақты дәнді дақылдарының 73%-дан астамы орылып, 483 мың тоннадан астам өнім жиналды. Жыл қорытындысымен 3,4 миллион тоннаның өнім алуын жоспарланып отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 200-250 мың тоннаға артығымен болады деп күтілуде. Құрметті Ербол Шақпайұлы, егін жинау жұмыстары қазіргі кезде қатаң бақылауда. Егін жинау жұмыстарына қажетті тауарлық материалдық қажеттіліктер толығымен дайындалды. Оңтайлы агротехникалық мерзімінде жинау жұмыстары жүргізілетін болады. Сондай-ақ аймақта жүгеріні терең өңдейтін халықаралық ірі кешеннің бірінші кезеңі іске қосылмақ. Осыған орай жүгері алқабы ұлғайтылып, биыл 179 мың тонна өнім алу жоспарланған. Сондай-ақ көкөніс және бақша дақылдарын жинау да кестеге сай жүріп жатыр. Құрметті әріптестер, бүгінгі әр мәселе бойынша нақты жағдай айтылды. Әр тапсырма бойынша жауапты тұлға мен нақты мерзімдер белгіленді. Бүгінгі кеңес қорытындысы бойынша хаттама жасалып, белгіленген тапсырмалардың мерзімінде әрі сапалы орындалуын қамтамасыз етуді сұраймын. Жалпы биыл Жамбыл облысының агроөнеркәсіп кешені маусым қорытындысы бойынша 3,4 миллион тоннадан астам ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді көздеп отыр. Махаббат Құсайын, Эльдар Түстікбай, 24 Ньюс.